supporting the country and its citizens on the front lines of climate action and helping to develop and deliver on national climate pledges are at core of our work in Kazakhstan. Қазақстанда экологияны сақтаймыз, өнімділікті арттырамыз дейтін шаралар күннен күнге артып келеді. Бізге жалпы саны 36 өтініш келіп түскен болатын. Өтінімдер ұлттық палатаның сайты арқылы, өңірлік палаталар арқылы және әкімдіктер арқылы қабылданды. Таңдау барысында біз қымбат құрылғыларды сатып ала алмайтын кішігірім фермерлерге басымдылық бердік. Мал шаруашылығының өзінің байланысты қиындықтар бар ғой. Қысы жазы жұмыс, демалыс жоқ бізде. Биыл шөл болды, біраз сумен қиналдық. Жеріміз жаңбыр алдыңғы жылдағылардан аз жауды. Соған байланысты өзінің қиындықтары болды. Біріккен ұлттар ұйымының мамандары келді, Атамекен кәсіпкерлер палатасы мамандары келді. Солар біздің шаруа қожалығын зерттеп, немен айналысатынымызды қарап, қалай мал бағатынымызды қарап, бізге сол қондырғыны ақысыз есебінде әкеліп қондырамыз деп уәде етіп кеткен. It is giving them quite a good possibility to improve their work on their farms and help them to improve their economic stability as well. It is not just on the way for them for improving the green aspect of the project. It is also to support them by the economical part. Bir жыл бұрын осы цехті салып едік, инкубационный цех. Ол күндіз-түні жұмыс істейді. Мысалы, свет өшіп қалса, балық қырылады. Сол свет өшірмеу үшін қазір мынаны салып берсе де, үкімет бізге бұл өте қажет, жақсы болады. Бүгін бізге қондырып отқан қондырғының күн сәулесі нарықта жобамен 5 миллиондай тұрады. Былай қарасан, бір мезетте алсан қымбатқа шығады. Болашақта ол деген өз ақшасын шығарады. Сенде суың болады, кешкілікті светің болады, теледидарың қарайсың, ұялы телефонды зарядтауға болады. Ол бәрі алыста тұрған шаруаларға өте қажет. Жылжайды пайдаланатын фермерлер, оларға да күн энергиясын келі системаларды қолдану өте тиімді. Сонымен бірге бұл баламалы энергия көзі болып табылғандықтан, бұл дәстүрлі энергия көздерінен қарағанда, көмір, газге қарағанда, бұның бір артықшылығы бұл сарқылмайтын энергия, жаңартылуға жатады. Су қайнататын қондырғыға бізге тоққа ақша көп кетеді болды. 2 тен тұр бізде, 2 тен айына 200-250 мыңға электр қуатын тартады. Орташа жыл есебі келгенде 2,5 миллион теңге бізге су қайнатуға ақша кетеді екен. Соны айттық, осы су қайнататын құрылғы қойып берсеңдер деп. Сол құрылғыны әкеліп қондырды. Енді қазір алдағы уақытта жұмыс істеп қараймыз. Сол 2 миллион, 2,5 миллиондай теңге мөлшерінде үнемдейміз деп жоспарлап отырық. Негізгі жақсы бағдарлама бізге өзімізге ұнап жатыр. Бүткіл әлемде осы технологиямен істеп жатқан соң бізге де осы келді мына. Бізге жеңілдік болады, көкөністер ауырмайды, сапасы артады. Ауыл шаруашылығында Қазақстанның экономикасы көтерілетін шығар осымен соған біздің өзіміздің үлесі қосылады. Қазақта судың да сұрауы бар деген жақсы мақал бар. Біздің ортақ міндетіміз жер ресурстарын, суды, электр энергияны сапалы пайдалану. Мақсатымыз фермерлерді экологияны сақтау үшін, жұмысын жеңілдету үшін, заманауи технологияны қолдануды үйрету. Жапония еліне осындай жобаны жүзеге асырған үшін, қаражат бөлген үшін алғысымызды айтамыз. And we are very proud to have concerted effort with our national partners and international donors, such as the government of Japan, in Kazakhstan's low-carbon development journey. Only together we can prove that green, sustainable and climate-resilient future can go hand in hand with social and economic prosperity for all.